Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Луиза Хей, әйел даналығы. 7-ші тарау. Ендерлік теңдік. Ендерлік теңдік жалпы адам құқықтары теңсіздігінің құрамдас бөлігі. Заманымыздың маңызды міндеттерінің бірі. Әйелдер мен қыздар әлем халқының жартысын құрайды. Бұл адамзат әлеуетінің жартысына тең. Гендерлік теңдік тұрақты даму негізінде адам әлеуетін толық іске асыруда бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз ету ісінде басты рөл атқарады. Әйелдерді қоғам өміріне тарту өнімділіктің өсуін және экономикалық өсуді қамтамасыз ететіні дәлелденген. Өкінішке орай, адамзат ерлер мен әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктері тұрғысынан толық теңдігіне қол жеткізу үшін ұзақ жолдан өту керек. Соңғы жылдары дүние жүзі бойынша әрбір мемлекеттің тұрақты дамуға қол жеткізу үшін қоғамда гендерлік теңдік орнату немесе төзімділік мәселе өзектілігіне түсті. Әйелдер қозғалысы барлық елдерде қоғамдық саяси сипат алып, өз ықпалын күшейтуге бағыт алды. Олар гендерлік әділеттілік қағидасын басты ұстаным ретінде басшылыққа ала отырып, мемлекет пен қоғам өміріндегі әйелдер мен ерлер рөлінің арақатынасын теңестіруді мақсат етеді. Жалпы әйелдердің құқығын қорғау мәселесі тарих барысында қоғамдағы әйелдерге деген көзқарас, күш көрсету, құқығын таптау, ер адамға бағыныштылықты ұстау сияқты мәселелерге жауап ретінде көтерілгені мәлім. Біртіндеп әйелдердің проблемасын заң жолымен шешу тәжірибесі қалыптасты. 20-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап гендер мәселесі тиісінше осы саладағы құқықтық нормативтік заңнамалар арқылы заңды негізге ие болды. Гендерлік үдерістерге қатысты құқықтық ережелер ең алдымен халықаралық еңбек ұйымының конвенциясында көрініс тапты. Ол еңбеккер әйелдердің құқықтарын қорғауға арналды және ерлер мен әйелдерді тең бағалы еңбегі үшін бірдей марапаттау туралы конвенция деген атпен 1951 жылы 29 маусымда қабылданды. Бұл конвенция әлемде бірінші рет еңбекке ақы төлеуде жынысы бойынша дискриминацияға жол бермеу туралы сөз қозғады. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1993 жылы 20 желтоқсанда әйелдерге қатысты күш көрсетуді жою жөніндегі декларацияны қабылдауы осы салаға халықаралық сипат берді.